Айнагүл отбасылы бір баланың анасы. Ол бір кездері сергек, әдемі келіншек еді. Тұрмысқа шыққан соң бәрі жақсы басталды. Бірақ босанғаннан кейін оның дене бітімі өзгеріп, салмақ қосып кетті. Өзін бұрынғыдай жеңіл сезінбейтін. Уақыт өте келе күйеуі де өзгерді. Бір кездері оны гүлімдеп еркелеткен Азамат енді күнде келе кете бастады. Бегемот сияқты болып кетіпсің. Джинсы шалбар киме, олар арық адамдарға арналған. Деп кекететін. Айнагүлдің жүрегі ауырды. Ол енді өзіне айнаға қараудан қорқатын. Көзінің астындағы шаршағандық, бетіндегі мұң, денесіндегі өзгерістер бәрі оған бөтен адамдай көрінетін. Бірақ осы ауыр күндерде ол бір нәрсені түсінді. Бір түні баласын ұйықтатып, өзі де көз ілмей, көз жасын сүртіп отырды. Сол сәтте айнаның алдында тұрды. Қарады да. Бұл мен. Мен өмірге сәби әкелдім. Мен анамын. Мен өз денемді жек көрмеуім керек. Мен өзімді сыйлауым керек. Деді ішінен. Ол спортқа баруды шешті. Тамақтану дағдысын өзгертті. Бірақ ең бастысы өзіне деген көзқарасын өзгертті. Айнаға енді жылап емес, мақтанышпен қарай бастады. Бірнеше ай өткен соң оның денесі ғана емес, рухы да мықты бола түсті. Күйеуінің сөзі бұрынғыдай ауыр тиетін. Бірақ Айнагүл енді сол сөздерге жауап бере алатын. Мен анамын. Денем менің өткенімнің куәсі. Мен өзімді сүйемін, деді ол бір күні сабырмен. Айнагүл сол сәтті ешқашан ұмытпай. Қолында азық-түлік, бір қолымен баласының коляскасын итеріп, шашын тезірек түйіп алған күйі асығып келе жатты. Сол сәтте көше бұрышындағы кафенің алдынан өтіп бара жатқанда, көз алдына сол көрініс шықты. Азамат оның күйеуі. Қасындағысы ұзын бойлы, сымбатты, сәнді киінген жас әйел. Әдемі шашы жайылып күліп отыр. Азамат оны белінен құшақтап Айнагүлге тура қарап қойды. Әдейі, тіпті жымиды да. Айнагүлдің жүрегі шым етті. Бір сәтке ауа жетпей қалғандай болды. Бірақ өзін жеңіп, көз жасын көрсетпей, үнсіз үйіне қайтты. Кешке күйеуі келіп, ештеңе болмағандай, тіпті арсыздана сөйлей бастады. Сен әйел емессің. Семіріп кеткенсің. Қызық болмай қалдың. Деді де, киімдерін жинап, үйден шығып кетті. Ол кеткен соң үй тым-тырыс болып қалды. Бірақ бұл тыныштық Айнагүл үшін еркіндік болды. Ол алғаш рет ауыр жүктен арылғанын сезінді. Енді бәрі өз қолында екенін ұқты. Сол күннен бастап ол жаңа өмірге қадам басты. Онлайн жұмыс тапты, кішкентай агенттіктің көмекшісі болды. Жазу, тәржімалау, ұйымдастыру бәрін үйренді. Баласын көрші орыс апайға сеніп тапсырды. Мария апа мейірімді, жүрегі кең жан болып шықты. Баланы қарау үшін ақшалмаймын. Тек сен мойымай алға бас, деді. Айнагүл апаға әр апта сайын азық-түлік, дәрі-дәрмек апарып тұрды. Олар бір-біріне сүйеу болды. Уақыт өте келе Айнагүлдің көңілі орнына келе бастады. Көңілі ашылып, жүзі жайнап, қайтадан бұрынғы жарығын таба бастады. Күндердің күнінде бір онлайн жоба кезінде ол бір жас жігітпен танысты. Оның аты Олжас, ол білімді, қарапайым, әрі аса сыпайы еді. Әңгімелері жарасты, көзқарастары үйлесті. Екеуі бір-бірін түсінді. Олжас ешқашан Айнагүлдің дене бітіміне емес, жүрегіне қарады. Бір күні Айнагүл сұрады. Менің өткенім ауыр. Сен соған дайынсың ба? Олжас күлімсіреп жауап берді. Сен сол өткенімен кереметсің. Өмір сені сындырмаған. Міне, мен сені сол үшін сүйемін. Сол сәтте Айнагүл бұрынғы өзіне қайта оралғанын түсінді. Айнаға қарағанда енді тек әйелді емес, жеңімпазды көретін болды. Себебі ол сатқындықты көрді, жалғыздықты басынан кешірді. Бірақ ең бастысы өз-өзін тапты. Айнагүл өмірінің ең ауыр кезеңдерін артта қалдырдым деп ойлаған. Балапанымен бірге жаңа өмірге аяқ басып, сүйген адамын тауып, бақытты бола бастағанда өткеннің елесі қайта оралды. Кешкілік есік қағылды. Ашса, бұрынғы күйеуі Азамат, бет аузы ашулы, көзі шатынап тұр. Сен менсіз бақытты болғың келе ме? Еркек тауып алыпсың. Не үшін мен үшін күреспедің? Деп айқайға басты. Айнагүл аузы ашылып тұрып қалды.
Бұл 2 жылда не баласын сұрамаған, не хабарласпаған адам енді келіп, өзінен күрес талап етіп тұрма. Оның қолын сермей, ішке кірмек болғанда, кенет арт жағынан көрші Мария апа жетіп келіп, қолындағы оқтаумен Азаматтың басынан бір қойып жіберді. Шық сыртқа. Әйелге қол көтермек болдың ба? Деп апа ашуға болықты. Азамат боқтап тіл тигізіп кетті. Бірақ бұл тек басы ғана екен. Сол күннен бастап Айнагүлге нағыз қысым басталды. Олжастың көлігін жұмыртқалап қырып кетті. Көшедегі қабырғаға арсыз, жеңілтек деп жазып кетті. Көп ұзамай Айнагүлдің нөмірі белгісіз, жиіркенішті сайттарға тіркеліп, суретімен бірге жарияланып кетті. Телефоны тыншымады, неше түрлі еркектер хабарласты. Ол нөмірін ауыстыруға мәжбүр болды. Бірақ осының бәрінде бір нәрсе өзгермеді: Айнагүлдің ішкі күші. Ол қайта жыламады. Қайта қорықпады. Ол енді әлсіз әйел емес еді. Ол бәрін құжаттап полицияға арыз жазды. Өмір бір сәт тыныштала ма дегенде, Айнагүл тағы да тауқыметпен бетпе-бет келді. Полициядан көмек болмай шықты. Дәлел жоқ, күш қолданбаған деп арызды қабылдамады. Олжас та іштей әлсіздік танытып, өз проблемаңды өзің шеш деп сырт айналды. Тағы жалғыздық. Тағы да өз-өзіңмен күрес. Бірақ бұл жолы Айнагүл әлсіздігін емес, қайратын танытты. Күндердің күнінде бокс залына барып тіркелді. Жан тыныштығы мен қорғаныстың кілтін спорттан іздеді. Тренері Мақсат биік денелі, сабырлы адам. Бірде кофейняда оны көріп қалып, аяқ астынан ой келді. Сіз менің жігітім болыңызшы. Ақысын төлеймін деді батылданып. Мақсат сасып қалды, бірақ Айнагүл шын жүрекпен бәрін түсіндірді. Бүкіл оқиғасын баяндап берді. Мен тек қорғанғым келеді. Қалғанын өзім көтерем деді. Мақсат келісті. Сол кеште бұрынғы күйеуі тағы да келді. Есікті тарсылдатып мас күйі. Айнагүл бұл жолы оған ішке кіруге рұқсат берді. Іштей дайын еді. Азамат әрең жүріп диванға отырды. Телефоны ашық, мас күйі ұйықтап қалды. Айнагүл оның бетінен телефонмен суретке түсіріп алды да, әлгі әйелге, Азаматтың қазіргі зайыбына суретті жіберді. Таңертең үйдің алдында айқай басталды. Әйелі келіп, сен менің отбасымды бұздың, деп дау шығарды. Айнагүл жай ғана жауап берді. Отбасы сенімділікпен, махаббатпен, адалдықпен құрылады. Мен ешкімнің отбасын бұзған жоқпын. Сен жай ғана шындықты кеш байқадың. Кешке Азамат тағы келді. Бірақ бұл жолы есікті ашқанда алдына Мақсат шықты. Биік, мығым. Қатулы емес, бірақ нық. Мен Айнагүлдің жігітімін. Егер тағы бір рет мазасын алсаң, менімен сөйлесесің. Бұл соңғы ескерту деді. Азамат үнсіз қалды. Қайтып оралмады. Бұрынғы әйелінен де айырылды. Мария апа болса подъезде қол шапалақтап, «Молодец, қызым, бітті бұл сорлы», деді. Осылайша Айнагүл тек күйеуінен ғана емес, қорқыныштан, жалғыздықтан, әділетсіздіктен де арылды. Ол енді бұрынғы әлсіз әйел емес. Ол өзін тапқан, өмірін қайта құра білген, кетпен емес, ақылмен жеңе білген әйел.